Бәріне сәлем. Мен сіздердің назарларыңызға логикалық сұрақтар бейнесін ұсынамын. Номері 1. Із кесушілер қылмыскерді қуалап келе жатқан кезде қылмыскер аурухананың ішіне кіріп кетеді. Із кесушілер ауруханаға кірген кезде оның ішінен тек қана дәрігерлерді көреді. Ауруханада дәрігерлерден басқа ешкім жоқ екен. Ал енді сіздерге сұрақ. Осы жерде тұрған дәрігерлердің қайсысы қылмыскер және неге уақыт кетті? Жауабы: егер де осы суретке мұқият қарайтын болсақ, онда екінші тұрған дәрігердің аяғындағы киімі балшық екендігін көреміз. Яғни, ол із кесушілерден қашып келе жатқан кезде аяғына балшықтар жабысып қалған. Сондықтан да ол қылмыскер. Жауабы осы. Біз келесі сұраққа кеттік. Номері 2. Алматы қаласында жаңа ғимарат тұрғызылады. Ол жақында ғана соғылған етін. Сондықтан да ол ғимараттың ішінде адамдар саны өте аз. Ол ғимарат 9 қабатты. Ол ғимараттың бірінші қабатында тек бір адам, үшінші қабатында тек 2 адам, ал 5-ші қабатында 4 адам болса, 9-ші қабатында тек 3 адам бар. Ал енді сіздерге сұрақ. Қай қабатта ең көп лифті қолданылады? Уақыт кетті. Жауабы: бұл сұрақтың жауабын табу үшін логикамызды іске қосу қажет. Мен сіздерге қай қабатта ең көп лифт қолданылады деген болатынмын. Яғни, қай қабатта қанша адам болса да, олар өздерінің қабаттарына көтерілу үшін бірінші қабаттан лифтіні шақыртады, ал сосын барып өз қабаттарына қарай көтеріледі. Демек, бірінші қабатта ең көп лифт қолданылады. Номері 3. Дұрыс көлеңкені тап. Уақыт кетті. Номері 4. Осы суретке мұқият қарап, осы екі қыздың қайсысы түрмеден қашайын деп жатқандығын табыңыз. Уақыт кетті. Бұл сұрақтың жауабын пікірге жазып кетіңіз. Көрейік, қаншадан бұл сұраққа дұрыс жауап беретіндігін.